Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 7-ші сынып алгебрасының 33-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы екі өрнектің қосындысының кубы мен айырымның кубының формулалары. Жалпы А қосылған Б деген екі өрнектің жақшан сыртында кубының формуласын біз алдымен қарастырайық. Санның немесе өрнектің кубының анықтамасын сіздер жақсы білесіздер. Бір санды немесе өрнекті өз-өзіне 3 рет көбейту. Сол себепті бізде А қосылған Б өрнегін өз-өзіне 3 рет көбейтіп жазып алайық. Кубты өрнектердің көбейтіндісі түрінде жазып алған соң, бірінші және екінші жақшаға мән берейік. Яғни А қосылған Б көбейтілген А қосылған Б. Өткен сабақтардан білесіздер, бұл А қосылған Б-ның квадратын береді. Және де үшінші жақша А қосылған Б-ны өзін жазайық көбейту ретінде. Енді өткен сабақтардан екі өрнектің қосындысының квадратының формуласын еске түсірейік. Әрине сіздер бұл формуланы да жаттағансыздар, жақсы білесіздер. А қосылған Б-ның жақшан сыртында квадраты формуласын ашатын болсақ, А квадрат қосылған 2АБ қосылған Б квадрат болады. Және де көбейтілген А қосыл Б деген өрнегіміз. Біз бұл жерде алдымен кубты көбейтіндіге ауыстырып алдық. Және де бірінші, екінші жақшаны А плюс Б көбейтілген А плюс Б-ны А плюс Б-ның квадраты деп түрлендірдік. Сосын А плюс Б-ның квадратын ашып шықтық. Және жақшаның сыртында көбейтілген А плюс Б тағы да жазылып тұр. Енді жақшаларды ашу ережесі бойынша бірінші жақшаның әрбір мүшесін екінші жақшаның әрбір мүшелеріне көбейтіп шығайық. Бірінші А квадратты Аға көбейтеміз. Яғни А квадратты Аға көбейтсек А-ның кубы болады. Екінші кезекте А квадрат деп отырғанымызды екінші жақшаның екінші мүшесіне, яғни Б-ға көбейтеміз. А квадратты Б-ға көбейтсек А квадрат Б шығады. Және де бірінші жақшаның бірінші мүшесін екінші жақшаның екі мүшесіне көбейтіп алдық. Ал енді бірінші жақшаның екінші мүшесін екінші жақшаның екі мүшесіне де көбейтіп шығайық. 2АБ көбейтілген А ең алдымен. Аға А-ны көбейтсек А квадрат болатын, сол себепті 2А квадрат Б болады. Таңбасы плюс, өйткені 2АБ-ның алдында плюс тұр, А да бізде оң таңбалы. Сол себепті плюс 2А квадрат Б болады. Ал 2АБ-ны Б-ға көбейтетін болсақ, 2АБ квадрат болады. Қосу арқылы жазып аламыз. Және де соңғы үшінші мүшемізді екінші жақшаның барлық мүшелеріне көбейтіп шығайық. Б квадрат көбейтілген А, АБ квадрат болады. Оны жазып аламыз. Және де Б квадрат көбейтілген Б қосылған Б куб деп жазамыз. Енді бұл өрнектен ең алдымен ұқсас мүшелерді біріктіріп шығайық. А кубқа ұқсас мүше жоқ, сол себепті А кубтың өзін жазып аламыз. Енді А квадрат Б өрнегіне ұқсас мүшені іздеп көрейік. Мына жерде 2А квадрат Б деген өрнек бір-біріне ұқсас А квадрат Б мен, олардың екеуін қосатын болсақ, 3А квадрат Б болады. Сонда А куб қосылған 3А квадрат Б, біз мына екі өрнекті қосып 3А квадрат етіп алдық. Және де 2АБ квадрат пен АБ квадратыға қоса аламыз, өйткені бұлар да бір-біріне ұқсас. 2АБ квадратқа АБ квадратты қоссақ, 3АБ квадрат болады. Және соңында тұрған Б кубтың өзін қайтып жазамыз. Сонда бастапқы А қосылған Б-ның кубының формуласы бізде мына түрде болды. Яғни А куб қосылған 3А квадрат Б қосылған 3АБ квадрат қосылған Б куб. Бізде бұл формуланы екі өрнектің қосындысының кубының формуласы деп атаймыз. Екі өрнектің айырымының кубының формуласы да тура осылай өрнектеледі. Тек қана бұл жерде таңбалары ғана әртүрлі болады. Яғни бұны қосудың формуласы сияқты ашып көрсету қажет емес деп ойлаймын. Тура солай өздеріңіз ашып көрулеріңізге болады. Мен қазір формуланы бірден жазатын боламын. А минус Б-ның кубының формуласы А куб минус 3А квадрат Б қосылған 3АБ квадрат минус Б куб. Қосудың формуласына өте ұқсас. Жалғыз айырмашылықтары таңбаларда. Яғни бұл жерде алма-кезек таңбалар ауысып отырады. Минус, плюс және минус. Ал қосудың формуласында барлығы плюс болатын. Бұл формуларды жаттау барысында сіздерге қатты қиындық болмайды деп ойлаймын, өйткені олар бір-біріне өте ұқсас. Өрнектері, коэффициенттері ұқсас, тек қана таңбаларымен ғана айырмашылығы бар. Екі өрнектің айырымының кубының формуласының оқылуы. Екі өрнектің айырымының кубы. Бірінші өрнектің кубы минус 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты мен екінші өрнектің көбейтіндісі плюс
3 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадраты минус екінші өрнектің кубы. Яғни бірінші өрнектің кубы деп мына жерде жазылып отырған мына жерде а кубты көріп отырсыздар. Сосын 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты мен екінші өрнектің көбейтіндісі. Мінекей 3 еселенген 3-ке көбейтіліп отыр. Бірінші өрнектің квадраты және екінші өрнек. Үшеуі көбейтіліп тұр. Үшеуінің көбейтіндісі. Плюс 3 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадраты. Мінекей плюс жазылған және де 3 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадратының көбейтіндісі. Және де минус екінші өрнектің кубы. Мінекей минус, бізде екінші өрнегіміз b болатын, сол себепті b-ның кубы. Оқылуы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді осы есептерге мысалдар қарастырайық. Ол үшін алдымен екі формуланы жазып аламыз. Енді осы екі формула бойынша есептер шығарайық. Бірінші мысалымыз. 2 қосылған x-тің жақшан сыртында кубы. Бізде бұл жоғарыдағы екі өрнектің қосындысының кубының формуласына келіп отыр. А-ның орнында 2 тұр, b-ның орнында x тұр. Енді қалған мүшелердің орнына 2 мен x-ті қойып шығайық. А-ның кубы. Демек, А-ның кубының орнына 2-ні қоямыз, 2-ның кубын жазамыз. Қосылған 3а квадрат b. 3 өзі жазылады. Және де а квадрат деп отырғанымыз А-ның орнында 2 бар, тағы да қайталап айтамын. 2-ның квадратын жазып алдық. B-ның орнында x бар. Көбейту x деп x-ті жаздық. Келесі. Қосылған 3ab квадрат. Бізде 3 коэффициент өзі жазылады. AB квадраттың орнында А-ның орнында 2 тұр, B-ның орнында x тұр, сол себепті x квадрат деп аламыз, өйткені формулада B-да квадрат бар. Сол себепті B-ның орнында x тұрғанына байланысты x-тің квадрат деп жазамыз. Қосылған b куб. B-ның орнында x тұр, тағы да қайталаймыз, яғни b куб болатын болса біз x куб деп жазамыз. Енді амалдары орындайтын болсақ, 2-ның кубы 8-ге тең, 2-ның квадраты 4, 4-ті 3-ке көбейтетін болсақ 12. Сонда қосу 12x деп жазамыз. Мына жерде 3-те 2-ке көбейтетін болсақ 6 болады, 6x квадрат шығады, және де x-тің кубының өзін жазамыз. Сонда бастапқыдағы 2 қосу x-тің жақшан сыртындағы кубы өрнегін формула бойынша ашатын болсақ, мына түрге келді. Келесі мысал. А минус 2-ның кубы. Енді бұл азайтуға мысал болып отыр. Яғни 2 өрнектің азайтындысының кубының формуласына келеді. А-ның орнында бізде А тұр, ал B-ның орнында 2 тұр. Енді қалған мүшелердің орнына осы өрнектерді қойып шығайық. Тең А-ның орнында А тұрғанына байланысты А кубтың өзін жазамыз. Минус 3а квадрат b. Яғни біз 3 көбейтілген А квадрат, бізде А-ның орнында А тұр, ал B-ның орнында 2 тұр. Сол себепті көбейту 2 деп жазамыз. B-ның орнына 2 қойып шықтық мына жерге. Және де қосылған 3аб квадрат, қосу 3а көбейтілген 2-ның квадраты, өйткені B-ның орнында 2 тұр. Азайтылған b куб. Бізде B-ның орнында 2 тұр, сол үшін азайтылған 2-ның кубы деп жазамыз. Енді өрнектерді амалдары орындайық. А кубтың өзі жазылады. 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ 6 болады. Сонда минус 6а квадрат деп жазамыз. Ал мына жерде 2-ні квадраттайтын болсақ 4, 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ 12. Плюс 12а болады. Және де соңында минус 2-ның кубы тұр. 2-ның кубы деп отырғанымыз 8-ге тең. 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсек 8 шығады. Сонда минус 8 деп жазамыз. Келесі мысал. Бұл мысалымызда жоғарыда шығарған есептерге кері амал. Яғни бізге кубтың ашылған формуласы берілген. Енді біз осыны жақшаның ішіндегі екі өрнектің кубы ретінде түрлендіруіміз керек. Таңбаларына мән беретін болсақ, минус плюс минус алма кезек ауысып отыр. Сол себепті білуге болады. Бұл екі өрнектің айырымының кубының формуласына келуі мүмкін. Ол үшін енді біз бұны кішкене түрлендіріп, жоғары жақтағы формулаға келтіріп алайық. Яғни бізде формулада а куб минус мына жерде коэффициенті 3-ке тең, мына жерде 3-ке тең. Ал бізде коэффициенттері 3-тен басқа сандар. Сол себепті өрнектерді түрлендіріп жазып алайық. А кубтың өзін жазамыз. Минус 6а квадрат b дегенді коэффициентін 3-ке келтіріп жазуымыз керек. Сол себепті 3 көбейтілген а квадрат көбейтілген 2b деп жаза аламыз. 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ, бастапқы 6а квадрат b шығады. Қосылған 12аб квадрат, бұл жерде коэффициентті 3-ке келтіреміз. Яғни 3а көбейтілген 2b-ның жақшан сыртында квадраты. Жақшан сыртындағы квадрат 2-ге де b-ға да тиісті. 2-ні квадраттайтын болсақ 4 болады, b-ні квадраттайтын болсақ b квадрат болады.
ал 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ, бастапқы 12 келіп шығады. Сонда формула бойынша минус 8b кубымыз қалды. Бұл дегеніміз 2b-ның жақшан сыртында кубы деп жазуға болады. Өйткені бізде ең соңғы өрнекте b-ның кубы. b-ның орнында 2 өрнекте бірге тұр, сол себепті дәреже көрсеткіште екеуіне де ортақ болу керек. Ал бізде есептің берілгенде дәреже көрсеткіші тек қана b-ға ғана тиісті. Сол себепті ол 8-ге қатысы жоқ. Біз мына формулаға сала алмаймыз. Сол себепті бұл жерде екеуіне де ортақ куб болатындай етіп жазуымыз керек. Әрине 8 деп отырғанымыз 2-ның кубы екенін жақсы білесіздер. Сол себепті минус 2b-ның жақшан сыртында кубы деп жаза аламыз. Енді бізде түрлендірген өрнегіміз жоғарыдағы формулаға келіп тұр. Өйткені a-ның орнында a тұр, 3a квадрат b. 3a квадрат b-ның орнында 2b тұр. Соңғы жағынан қарайтын болсақ, 2b-ның кубы, яғни b-ның орнында 2b. Қай жерді алып қарасаңыз да, біз b-ның орнына 2b-ны қойып шықтық. Сонда біз жоғарыдағы формулаға толықтай келіп тұр. Демек, a-ның орнына a-ның өзін жазамыз, және минус b деп отырған өрнектің орнына минус 2b деп өзгертеміз. Өйткені бізде b-ның орнында 2b деген өрнек бар. Сонда тең болады a минус 2b-ның кубы деп түрлендіреміз. Келесі мысал. 8 p куб қосылған 36 p квадрат q қосылған 54 p q қосылған 27 q-дің кубы. Бұл жерде тура сондай. Енді бұл a қосылған b-ның кубының формуласына келіп тұр. Және де осы формула бойынша түрлендіру үшін бұл жерде де коэффициенттерін 3-ке келтіріп алайық, және де a куб, b куб түрінде жазып алайық. Бастапқыда куб барлық өрнекке тиісті болу керек деп жоғарыда айтып кеттім. 8-ді 2-ның кубы деп алсақ, біз 2p-ның жақшан сыртында кубы деп жаза аламыз. Ал енді 36 p квадрат q-ді есептейтін болсақ, бізде a-ның квадраты 2-ні квадраттасақ 4 болады, және 36-ны көбейткіштерге жіктеу үшін былай етіп жаза аламыз. 3 көбейтілген 2p-ның квадраты көбейтілген 3q. 3q қайдан келді деген сұрақ болуы мүмкін. 2-ның квадраты 4, 4-ті 3-ке көбейтсек 12. Ал бізде 36 болу керек еді. Сол себепті 36 болу үшін тағы да 3-ке көбейтеміз. Осылайша 3a квадрат b деген өрнекті шығардық. Қосылған 3ab квадрат. Бұл жерде де түрлендіретін болсақ, 3 көбейтілген 2p. Бастапқыда біз a-ның орнына 2p қойдық. Сол себепті барлық өрнектерде a-ның орнына 2p қоятын боламыз. Және де b-ның орнында бізде 3q тұр. Сол себепті 3q-дің квадраты. Формулада b квадрат. Егер 3q-ді квадраттайтын болсақ, 3-дің квадраты 9. 9-ды 2-ке көбейтеміз. Және де 18 болады. 18-ді 3-ке көбейтетін болсақ, 54 деген өрнегіміз шығады. Қосылған 27 дегеніміз 3-дің кубы. Сонда 3 көбейтілген q-дің жақшан сыртында кубы деп жазып аламыз. Енді біздің өрнек толықтай a қосылған b-ның кубының формуласына келді. Тек қана a-ның орнында бізде 2p тұр, ал b-ның орнында 3q тұр. Сонда біз 2p қосылған 3q-дің кубы деп жаза аламыз.